Сәлем достар, біздің арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қай нәрсенің болса да өз мөлшерімен болғаны жақсы. Сол сияқты көк шайды да денсаулық жағдайына байланысты орнымен ішкен жөн. Американдық зерттеушілер көк шайдың адам терісінің өліп бара жатқан клеткаларын тірілтетінін анықтады. Ол жүрек қан тамырлар ауруларына шипа. Құрамында фтордың болуына байланысты тіс жегінің алдын алады. Құрамындағы мырыштың арқасында шаш пен тырнақтың жағдайын жақсартып, жаралардың жазылуын тездетеді. Құрамындағы А және С дәрумендерінің арқасында көз ауруларының даму қаупін төмендетеді. Әсіресе суықтап ауырған кезде көк шай ішсеңіз, іштегі токсинді шығарып, зат алмасуды жақсартады, әрі суыққа ем болады. Көк шай тамырдың серпімділігін арттырады, қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Артық салмақтан, ағзадағы зиянды қалдықтан арыламын десеңіз, көк шай ішіңіз. Көк шай жұмсақ, мол пайдасы бар сусын. Ол ағзадан зәрді шығарып, асқазанды, ішек пен бүйректі тазартады. Күніне 2-3 кесе көк шай ішсеңіз, қартаю үдерісін бәсеңдетесіз. Сан түрлі дертке дауа болатын шайды мейлінше таңертең ішкен дұрыс. Көк шайды көп ішуге болмайды. Күніне 3-4 шыны қантсыз көк шай ішу жеткілікті. Сосын ешқашан аш қарынға ішпеңіз, және де шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа зиян. Тым қою немесе ыстық қылып ішуге болмайды. Ыстық көк шай бас ауруы мен шаршауды бірнеше минутта жояды.